Өздің өзі бір шоуға айналды. Кейін таныстарымнан сұрасам, енді отырған қатысушылар түсінікті, әркім өз пікірін айтады, пікір талас болады деген сияқты. Бірақ енді Тәуіржан кіріп келген кезде міне енді шоу басталды деп түсіндік. Өйткені бірінші келген күннен бастап ақ сіз өзіңіздің шекараңызды сыздыңыз, қандай адам екеніңізді көрсеттіңіз. Бірінші эфирге дайындығыңыз қалай болды? Сырт келбетіңізден бастап ішкі өзіңіздің түйсігіңізді, сезіміңізді қалай дайындап бардыңыз? Не деп барам деп бардыңыз? Жоқ, мен басында қасымда дос балама айттым. Осы негізі сол жерде бұрын жұмыс істеген тұғын. Мен сол қызбен сөйлесіп көрейінші дедім. Ол айтты, ол сенімен сөйлеспейді деді. Сен бару керексің деген сияқты әңгіме айтты да. Сосын жарайды барам дедім. Сосын ол бүкіліне айтып қойды. Типа Гүлжан келеді деп. Сосын ол жұлдызды қонақ бір нәрсе деп айтты да. Типа рекламаны жіберіп жатыр ғой. И мен азанда тұрамын да бармаймын деймін ғой, короче. Сосын маған айтады, жүр дейді. Мен айтамын, киімім дайын емес, мен қарным аш деп жатырмын. Сосын жүр онда жеттік та. Сосын жарайды. Либо айтты, сен барсаң жару